Жер бетінде тіршілік ететін белгісіз жаратылыстар өте көп. Оларды ғалымдар әлі толық зерттемеген. Сондықтан олар адам өміріне қауіпті болуы мүмкін. Бүгін біз сіздерге топ 10 белгісіз мистикалық жаратылыстарды көрсететін боламыз. Сонымен кеттік. Егер сіз біздің арнамызда бірінші рет болсаңыз, онда төмендегі подписаться деген кнопканы басып, біздің арнамызға тіркеліп қойыңыз. Және жанындағы қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Бастыңыз ба? Ал енді видеоға кеттік. Осы видеоның авторы Эрвин Сандерс бір жұмбақ тіршілік иесін видеоға түсіріп алады. Oh, sorry about that. He was doing it. Oh, there he is. Okay. Let's there. Видеоға мұқият қарасақ, оның бойы кішкентай және екі аяғы бар адам секілді көрінеді. Әрине бұл орман гоблині болуы мүмкін. Бірақ бір қызығы, видео өте сапалы түсірілген. Сондықтан бұл видео монтаж болуы да мүмкін. Дегенмен видеоның жалған немесе шын екенін білмейміз. Түнгі орманды зерттеуші орманда таңғаларлық дауыстарды көбірек ести бастайды. Зерттеуші тағы да жақындай бастағанда жаңағы дауыстар күшейе түседі. Содан кейін ол фонарды жағып қалса, алысырақ жерде ақ фигура пайда болады. Видеоға жақсылап қарасақ, белгісіз тіршілік иесі қозғала бастайды. Және осыны көрген зерттеуші қорыққаннан артқа бұрылып, қашуға тырысады. Ал сіздер бұл видео туралы не ойлайсыздар? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетіңіздер. Видеоның авторы Гвиндолина күйеуімен бірге тұрады. Және түнде олар мысықтарын далаға шығарып жібереді. Бір кезде мысықтары шулай бастайды. Және олар не болды екен деп далаға шығып қараса, алысырақ жерде біреу басын шығарып бізге қарайды. Yeah. How is that? Turn the light on. Turn the light on again. The heck is that? It's a bell. Turn the light off again. Бұл адамға ұқсайтын кішкентай гном болуы мүмкін. Немесе видео жалған болуы да мүмкін. Бірақ әлі белгісіз. Видеоның сапасы төмен болғандықтан, оның не екенін біле алмадық. Филиппинде тұратын балалар балық аулауды қалай жақсы өткізетіндігі туралы видео түсіріп жүреді. Және бірнеше минуттан кейін олардың видеосына күдікті бір нәрсе түсіп қалады. Sige, pailapod mo mga amigo. Ako pala si Justin. Wala si John Lee. Ako naman si Raven. Mo niya mong kuhan para managa mi. Tata. Tara. Ambak tags. Ambak tidak so pag dula-dula sa ta, dula-dula. Ambak tags, ambak. Wah! Alisa, wagkuan sa ta dire. Magitay okay, panabay mga kuan dia. Сіздер де адам тәрізді қараңғы бейненің жүгіріп өткенін көрдіңіздер. Егер видеоны монтаж деп ойласаңыздар, менің ойымша бұл видео монтажға ұқсамайды. Musay. Sige, pailapod mo mga amigo. Ako pala si Justin. Wala si John Lee. Ako naman si Raven. Mo niya mong kuhan para managa mi. Және балалар сол жерге жақындағанда жаңағы қорқынышты бейне жоғалып кетеді. Алиса мен оның досы орманда шағын үйді жалға алады. Бірақ бұл үйде тағы біреу бар сияқты. This place is so cool, isn't it? What the? Somebody in there with you? Видеодан көргендеріңіздей қыздың артынан бір түрлі елес тәрізді зат жүріп өтеді. Әрине видео жалған болуы мүмкін. Егер видео шынайы болса, онда қызға қиындықтар туындауы мүмкін.
және оған үйден тезірек шығуына тура келетін еді. Бұл мақұлық Үндістанның бір жерінде фермердің ұялы телефонының камерасына түсіп қалған деген қауесет бар. Автор орманның шетіне жақындағанда қорқынышты гүрілдеген дауыстарды естігеннен кейін камераны қосқан. Камераға түскен жаратылыс даусын шығаруды қойып, ағашқа жасырынып қалады. Автор өлгісі келді ме әйтеуір соңына дейін түсіріп, бізге мистикалық жаратылыстардың бар екендігін дәлелдеп берді. Жақында Никарагуада таңғажайып тіршілік иесі видеоға түсірілді. Ол жануар жолдың үстіндегі ағашқа ыңғайланып отырады, және әйел оны өзінің телефонына түсіріп алды. Maje, ¿qué es esa onda? ¿Estás viendo eso? ¡Ay, puta! Видеоға мұқият қарасақ, оның қанаттары жайылады. Яғни бұл ұшатын гуманоидқа ұқсайды. Бірақ адамдардың айтуы бойынша видео қолдан жасалған, яғни монтаж болуы мүмкін. Ал сіздердің ойларыңыз қандай? Монтаж ба әлде шынайы ма? Бұл видео Алматыда түсірілген. Ерекше үлкен бас сүйегі алматылық тұрғында таң қалдырды. Бұл тіршілік иесі 10 см болуы мүмкін. Бірақ өкінішке орай бұл видео туралы нақты ақпарат жоқ. Сіздер осыған ұқсас видеоларды көрген боларсыздар. Видео өте әсерлі болды және көптеген қаралымдар жинапты. Түн ортасында қарт жүргізуші және оның досы жолдың ортасында ақ киім киген адамды көреді. Бір қызығы, ол адамның жүрісі қалай болса солай қозғалады және кенеттен ол тоқтап, сол жүрісімен кері жүре бастайды. Осыны көрген жүргізуші мен оның досы қатты қорқып, көлікті кері бұрып кетіп қалады. Бұл суретті Амстердам маңында демалып жатқан туристер 2017 жылдың шілде айында түсірген болатын. Көріп тұрғандарыңыздай фотода бәрі қалыпты. Ерекше ештеңе жоқ. Бірақ суретті жақындатып қарасақ, қорқынышты бет-бейнені көреміз. Бұл жай ғана кездейсоқ болып қалған болатын. Бірақ соның өзінде бұл сурет әлеуметтік желіге үлкен әсер қалдырды. Сонымен достар, видео ұнаса не істеу керектігін білесіздер. Бүгінге осы, келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.